أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті көпшілік, құрметті бауырлар, Алланың қалауыменен бүгін 9-шы сабақты, 9-шы дәрісті бастайын деп отырмыз. Алладан ісімізге береке тілейміз. Алла тағала алып жатқан ілімдеріңізге берекесін берсін иншалла. Енді алдағы уақытта, біз алдыңғы уақытта не тақырыптар өткен едік, соны кішкене еске түсірсек, алдыңғы уақытта 8-ші дәрісте біз созу белгілерін және де тамарбута және де сіздерге өткен хамза әрбінің қалай сөз басында, сөз ортасында, сөз соңында қалай жазылу үлгілерін өткен едік. Сол тақырыптарды кеңінен қайталаңыздар иншалла. Енді сіздерге тапсырмалы алдыңғы сабақты өту тақырыптарын иншалла ауызша айтып отыратын болам. Өздеріңіз алдыңғы сабақты үнемі ашып қайталап отырыңыздар иншалла. Енді Алланың қалауымен бүгін өтетін тақырыбымыз алиф лам. Яғни мына алиф лам. Алиф лам артиклі. Алиф лам артиклі. Бұл алиф лам үнемі сөздің басында келетін екеуі бірге келетін артикл. Үнемі сөздің басында екеуі бірге келеді. Сондай сөздер бар. Сол артикл, осы артиклден кейін келетін әріптер екіге бөлінеді. Осы алиф лам артиклінен кейін бір әріп келетін болса, 28 әріп екіге бөлініп кетеді. 28 әріп екіге бөлініп кетеді. Оның біріншісі шамсия. Шамсия деген күн деген сөз. Күн әріптері болып бөлінеді біріншісі. Екіншісі қамария. Қамария деген ай. Ай әріптері болып екіге бөлінеді. Күн әріптері, ай әріптері болып. Осы алиф лам артиклінен кейін келген әріптер мына әріп келетін болса, осы топқа жатады. Мына әріп келетін болса, осы топқа жатады. Енді күн әріптеріндегі әріптерді мен сіздерге жазып көрсеттім. Зәл, дәл, сә, та, шин, син, зә, ра, за, та, дат, сат, нун, ләм. Бұны шамсия әріптер деп жазып қойыңыздар. Алиф лам артиклінен кейін келген әріптер осылар келетін болса, шамсия әріптеріне жатады деп жазып қойыңыз. Енді алиф лам артиклінен кейін келген мына әріптер қамария әріптеріне жатады. Олар алиф, бә, джим, ха, ха, айн, ғайн, фә, қаф, каф, мим, вау, ха, я. Осы әріптер алиф лам артиклінен кейін келетін болса, қамария әріптері болып саналады. Бауырлар, сіздерге алиф лам артиклінің әріптерін екіге бөліп көрсеттім. 28 әріп екіге бөліп. Мұна қамария әріптері шамсияға кірмейді, шамсия әріптері қамарияға жатпайды, екеуі бөлек. Енді шамсия, күн әріптері, қамария, ай әріптері деп неге олай бөліп жатыр? Сіздерге мен бір нәрсе түсіндіре кетейін. Міне, сөздің басында осылай алиф лам келеді. Осыдан кейін, мысалға келтіріп атым, осыдан кейін дәл келетін болса, мысалы, дәл қай әріпте еді? Шамсия әріптерінде. Енді тағы да бір екінші мысал, алиф лам келді. Одан кейін мысалға қамария әріптері келді. Дұрыс па? Мынау шамсия күн әрібі, мынау ай әрібі. Неге олай мынаны күн әрібі, мынаны ай әрібі деп неге айтып жатыр? Өйткені ғалымдар осыны ашықтайды. Мынау алиф ламды ғалымдар жұлдыз деп алады. Алиф ламды не деп алады ғалымдар? Жұлдыз деп алады. Яғни аспандағы жұлдыз. Осы алиф ламды жұлдыз деп алады. Неге? Осы жұлдыз күн бар кезде жұлдыз көріне ме, көрінбей ме? Көрінбейді. Яғни алиф лам жұлдыз болған кезде, күн әріптері келген кезде, жұлдыз көрінбей қалады деген сөз. Лам не деген сөз? Көрінбей қалады. Ал жұлдыз ай бар кезде не алады? Көріне ме көзге? Көрінеді. Демек ай әріптері көзге көріну. Лам әрпі сол кезде көзге көрінеді. Көзге көріну мысалын қазір сізге мысал келтіріп берем. Мына алиф лам келді. Мына. Ал мынау бә әрпіне мысал, Бә әрпіне мысал. Осы жерде жақсылап бауырлар қараңыздар. Жұлдыз болған кезде, күн болған кезде жұлдыз көрінбей қалады, ай болған кезде жұлдыз көрінеді деген сөз міне.
Мына жердегі мынау мен мынау рөл ойнап жатыр. Мына жерде ләмға қареке не істелінбеді? Қойылмады. Келесі д әрпіне не істеді? Аттап кетті. Д әрпінде не пайда болды? Шадда пайда болды. Негізі мына жерде жасырын ләмда сүкін бар. Жасырын не бар? Сүкін бар. Ләмда сүкін бар еді. Бірақ күн әрібі келгендігі себепті жұлдыз көрінбей қалды. Ләм көрінбей қалады. Ләм көрінбей қалады да күн әріпі оқылып кетеді. Енді ай келген кезде ай әрпі келді нерде? Бә әрпі. Ай әрпі келген кезде жұлдыз көрінеді. Ләмға сүкін қойылады. Көрдіңіз ба? Міне, жұлдыз деп ләмді айтасыз. Мыналарды күн әрпі, мынаны ай әрпі айтасыз. Сол кезде ләмнің көрініп, көрінбеуі рөл ойнайды. Яғни Құранда осылар кездеседі. Күн әріптері келген кезде ләмға ешқандай қареке қоймай, келесі әріпті оқисыз. Ай әріптері келген кезде ләмға міндетті түрде сүкін қойып оқисыз. Ал, бисмилла, бауырлар, шәкірттер, әлиф ләм артиклінен кейін әріптер келсе 28 әріп екіге бөлініп кетеді дедік. Шәмсия әріптері, қамария әріптері. Шәмсия неге шәмсия болды, қамария неге қамария болып аталғандығын ашықтап бердік. Енді әлиф ләм сөздің басында келеді, үнемі артиклі сөздің басында келеді. Осы әлиф ләм артиклінен кейін шәмсия әріптері келген кезде қалай оқылады, қамария әріптері келген кезде қалай оқылады. Соған бір-екі мысал келтіріп оқып көрейік. Міне, күн әріптеріне мысал. Бірінші тә әрпін алдым, кейін тә әрпін алдым, дәл әрпін, 3 әріпті алдым. Одан кейінгі әріптердің барлығын мысалдар қылып осылай оқып кете бересіздер. Енді тә әрпін оқып көрейік. Тә шәмсия әрпі. Тинун деген сөз бар. Осы тинун сөзінің алдына әлиф ләм артиклі қойылады. Сөйтеді да т әрпі шәмсия әрпі болғандығы себепті, күн әрпі болғандығы себепті ләмға қареке қоймаймыз. Әттину деп оқылады. Ләмді тастап кетіп, тә әрпінің шаддасымен бірге оқимыз. Негізі бұл жерде алдыңғы тақырыпта айттым, ләмда не бар? Жасырын сүкін бар. Бірақ күн әрпі болғандығы себепті ләмға не қойылмайды? Қареке қойылмайды. Әттину. Осы жерде тағы бір мағлұмат айтайын сіздерге. Осы жерде әлиф қарекесі, нерде әлиф тұр ғой? Осы әлиф ләм артиклінің әлифіне үнемі фатха қарекесі қойылады. Құранда да ертең келген кезде дамма, касра қарекесі қойылмайды. Тек қана фатха қарекесі қойылады. Ә қарекесін қойып оқи бересіз. Әлиф ләм артиклі келді ма? Болды. Ә қарекесін қойып оқи бересіз. Әттину. Фә әрпін мысал келтірейік. Күн әрпі сиябун деген сөз бар. Осының алдында әлиф ләм артиклі келді. Ләмға қареке қоймайсыз, күн әрпін оқисыз. Әс-сиябу. Әс-сиябу. Ләмнің сүкіні қойылмайды, келесі күн әрпі оқылады. Әс-сиябу. Дәл әрпіне де солай. Динун деген сөзді алдық. Д күн әрпі болғандығы себеп жұлдыз көрінбейді. Әд-дину. Әд-дину. Ләмді тастап оқымай кете бересіз. Күн әріптерінің барлығында солай мысал келіп, мысал қойып оқып кете бересіздер. Енді қамарияға мысал келтірейік. Әлиф қамария әрбіне жатады. Ибилун деген сөз бар. Ибилун. Ибилун. Қамария әріптерінен басталып тұр. Енді осы идің алдында әлиф ләм артиклі келді. Нерде әлиф тұр? Ләмға әлиф жалған кезде ләм әлиф болады. Ләм әлиф, міне екі артикл келді. Осы жерде әлиф қамария әрібі болғандығы себепті түнде ай болған кезде жұлдыз көрінеді. Ләмға қареке қоямыз. Әл ибилу. Әл ибилу. Көрдіңіз ба? Қамария әрібі келген кезде ләм оқылады. Мынау да қамария әрібі. Бә әрібі бәйтун. Қамария әрібі болғандығы себепті алдында әлиф ләм келеді. Әлиф ләм келген кезде жұлдыз не істейді? Көзге көрінеді. Әл бәйту. Әл бәйту. Әббәйту деп нау сияқты оқылмайды еш уақытта. Әббәйту деп еш уақытта олай оқылмайды. Ләмға міндетті түрде сүкін қойып оқисыз. Мына жақта ләмға еш уақытта сүкін қойып оқылмайды. Міндетті түрде аттап оқисыз. Мына топтағылар не істейді? Ләмға сүкін қойып оқылады. Әл бәйту. Джим әрбі де солай. Қамария әрбіне жатады. Ай әрбі джибәлун. Алдына әлиф ләм артиклі келді. Әл джибәлу. Әд-джибәлу деп еш уақытта олай оқылмайды. Әл-джибәлу. Ал онда енді мына парақтағы төрт түшті неде көрінген мәтін бойынша жаттығу жасайық.
Мына астыңғы тақырыпқа оған мән бермеңіздер. Бұны иншалла алдағы уақытта түсіндірем қазір. Мынаған қазір мән беріңіздер. Алиф лам артикліне байланысты жаттығулар. Ал кетті, бисмилла, қамария әріптерінен бастап жатыр бұл жерде. Әл-хамду. Көрдіңіз бе? Ха әрпі не? Қамария әріп екендігін біле бересіз. Әл-хамду. Әл-китабу. Әл-ғайбу. Әл-муслихуна. Қамария әрбін оқу қатты қиын емес, я? Әл-фасиқина. Әл-фасиқина. Арғарай. Әл-жахилина. Бұғынға бөліп оқи бересіз. Әл-жахилина. Егер алдағы уақытта біз оқып жаттығулар өткізген тапсырманы жақсылап орындаған болсаңыз, бұларды да оқу қатты не болмайды, қиындық тудырмайды. Сол үшін алдағы тапсырмадағы оқып жаттығуларды көбірек қайталаңыздар. Сонда келесі тақырыптар оңай болады. Әл-аламина. Қамария әріптері кетіп жатыр. Әл-кафирина. Әл-құр'ану. Әл-құр'ану. Әлифті созамыз не жерде. Әл-хасируна. Әл-муфлихуна. Қырналмайды. Әл-муфлихуна. Арғарай. Әл-мағдуби. Қырнау керек әріпті. Әл-мағдуби. Әлі деп ұрмаңыздар. Әл-мағдуби. Еш уақытта қалқалы болмайды. Әл-мағдуби. Арғарай енді шәмсия әріптері кетіп жатыр енді. Ләм оқылмайды. Шәмсия күн әріптері оқылады. Ар-рахими. Шадда өзінің ішінде нені қамтып жатыр? Сукун менен фатханы қамтып жатыр. Яғни ләмнің сукунын шадда өз ішіне не алды? Өз ішіне қамтыды. Ар-рахими. 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 Әс-сирата. Қамария әріптерінің шаддасын естейсіз, білдіртіп оқисыз. Ад-далалата. Ән-насу. Ән-насу. Әз-залимуна. Әз-залимуна. Сақауды сақау қылып оқимыз. Әс-самаду. Әс-самаду. Ләм оқылмайды. Әт-тину. Әш-шайтану. Әт-тауабу. Нерде уаудың шаддасын білдірту керек. Әт-тауабу. Әс-саламу. Әс-салихати. Арғарай. Ар-расулу. Ар-расулу. Ал, бисмилла, көпшілік шәкірттер, бауырлар, енді алиф-лам артиклін өттіге, егжей-тегжейлі оқу жаттығу өткіздік. Енді алиф-лам артикліне қатысты тағы бір тақырып бар. Лафзатуллах, яғни Алланың лафзы, Алланың есімі деген сөз. Яғни Аллах деген сөз, осындай келетін мәтін. Құранда осылай Аллах болып келеді. Осылай көріністе келеді. Аллах деген сөз үнемі осылай. Енді осы лафзатуллахтың есімі оқылған кезде қалай оқылады? Жолыққан кезде жуан, жіңішкеге байланысты кішкене тақырыптарды ашпасақ болмай жатыр. Мысалға бір жерде ғайрил мағдуби деген жазуды жаздым. Неге? Осы жерде әлифте қарекет түсіп қалды. Байқасаңыздар, әлифте не жоқ? Негізінде фатха қою керек едік. Әл деген фатха қойылу керек. Енді ереже бойынша алиф-лам артиклінің әлифінің қарекесі түсіп қалады. Қай кезде? Алдындағы сөзге жалғанған кезде. Ғайри дегенге жалғану үшін әлифтің қарекесі түсіп қалады. Нерде ол шәмсия әрбі кесін, нерде қамария әрбі кесін, ол маңызды емес. Ең басты мұнияқтағы сөзге жалғанса болды, әлифке қареке қойылмайды. Бұл да бір ереже. Әлифке қареке қойылмайды. Не ләмға сүкін қойылады, қамария болған үшін шәмсия әрбі кесі шәмсия әрбіне аттап кетеді. Яғни әлифтен де, ләмнен де аттап кететін кездеседі. Оны алдағы уақытта иншалла тағы да аша жатамыз. Құранда оқыған кезде. Әлифтен де, ләмнен де аттап кететін кездеседі. Алдыңғы сөзге жалғану үшін. Енді одан кейін лафзатуллах, Алланың есімі. Аллаху.
Мен алдыңғы бір тақырыптарда ләмнің жуан оқылатын кезін айтып кеткем, алдағы уақытта түсіндірем деген. Соның кезі келді. Нерде ләм бар. Ләм бар, және нерде де ләм бар. Яғни осы жерде әлиф ләм келіп тұр. Әлиф ләм не істеп тұр? Келіп тұр. Яғни әлиф ләм артиклі бар мына жерде. Алланың лафызында әлиф ләм артиклі бар екен. Осы әлиф ләм артиклінен кейін мынау ләмға не үшін кірді? Демек, мынау ләм әрпі күн әрпі екендігін білеміз да. Күн әрпі екендігін білеміз, және мынау ләм оқылмайтындығын біліп тұрық. Сонда Аллаху деп екінші ләмға өтіп кеттік. Көрдіңіз ба? Сонда ләм жуан болады. Алдындағы әріптің қарекесі фатха болғандығы себепті лә жуан болады. Аллаху. Я? Валлахи. Алды фатха болды, но жуан болады. Валлахи. Мына жерде әлифтен де ләмнан да не істеп кеттік? Аттап кеттік. Мына алдыңғы уақытта мен сізге әдейі түсіндірдім. Уаға лә жалғанып тұрды, әлифтен де ләмнан да аттап кеттік. Осы жерде қараңыз. Енді Алланың есімінде мынандай әлиф ләм бар, және иләхун. Мына мен, мына екеуі жалғанып, мынандай сөз шыққан. Осындай сөз шыққан. Иләхун деген не деген сөз? Тәңір деген сөз. Әлиф ләм артикл, сөздің басында келетін артикл. Осы екеу қосылған кезде мына әлиф не істейді? Түсіп қалады. Мына әлиф түсіп қалады. Сонда әлиф түсіп қалғаннан кейін әлиф ләм, мына әлифі түсіп қалады да, екінші ләм жалғанады мына. Сонда лафзатуллах шығады. Көрдіңіз ба? Лафызы шығады. Мына иләхтің, тәңірдің әлифі түсіп қалады. Екеу біріккен кезде. Сөйтіп Аллах деген лафыз шығады. Енді осы жерде әлиф ләм артиклі бар мына жерде. Әлиф ләм артикліне ләмға не қойылмайды? Сүкін қойылмайды. Себебі одан кейінгі тәңірдегі ләм неге жатады? Мынау қамария әрпі. Кешірім сұрайым. Күн әрпі. Күн әрпі. Жеткіз алдым ба? Күн әрпі. Мына лафзатуллахтың неден шыққандығын сіздерге жеткіздім. Лафзатуллах, яғни иләх деген тәңір сөзден шығады екен. Тәңір сөзінің алдына әлиф ләм артиклі жалғанады да, әлифі түсіп қалады иләхтің. Сонымен екеуі қосылып мынандай сөз шығады. Осы Аллах екінші ләмі оқылады, бірінші ләмі оқылмайды еш уақытта. Екінші ләм оқылады. Бірінші ләмге қойылмайды. Қареке неге? Өйткені ләм күн әрпіне жатады. Күн әрпі оқылады. Жұлдыз көрінбей қалады. Енді лафзатуллахтың ләмнің алдында қареке фатха болса, Л жуан оқылады. Енді лафзатуллахтың алдында касра келсе жіңішке. Биллахи. Наңғараңыздар. Касра келді. Биллахи. Билла болмайды. Биллахи. Валиллахи. Мына жерде лыға не қойды? Касра қойды. Валиллахи деп касра қойды. Яғни Л кейде жуан, кейде жіңішке екендігін осы жерден білеміз. Ал бауырлар, сіздерге әлиф ләм артиклін және әлиф ләм артиклінен кейін бөлінетін әріптерді және лафзатуллах тақырыбын өттік. Лафзатуллах неден шығатынын, ішінде не жасырынғандығын, қандай әріптің түсіп қалатындығын бәрін ашып бердік. Енді лафзатуллахтың жаттығуын жасайық. Жоғарыда жаңа әлиф ләмнің артиклінің жаттығуын жасағанбыз. Енді лафзатуллахтың жеке өзінің жаттығуын жасап көрейік. Құранда бұндай сөздер көп кездеседі. Сол себепті лафзатуллахты жақсылап үйреніп алыңыздар. Жуан және жіңішке екендігін жақсы үйреніп алсаңыздар, иншалла көп көмегін тигізеді. Кеттік онда. Бисмилла. Аллаху. Жуан болады. Валлахи. Жуан болады. Миналлахи. Неге жуан болды? Лафзатуллахтың алдындағы нунда не бар? Фатха бар. Сол себепті жуан болады. Миналлахи. Расулуллахи. Лафзатуллахтың алдында дамма болса да не болады екен? Жуан болады екен. Расулуллахи. Нуруллахи. Нуруллахи. Мына жерде қарекесі жоқ әріптен не істеп отырық? Аттап кетіп отырық. Лафзатуллахтың әлифінен аттап кете бересіз. Қареке жоқ па? Аттап кете бересіз. Қареке жоқ па? Аттап кете бересіз. Қарекесі жоқ әріпті оқымайсыз. Шаддаға немесе сүкінға секіріп кетесіз. Нерде рудан кейін лыға не істедік? Секіріп кеттік. Ортада әлиф, ләм қалып кетті. Оқылмайды. Қарекесі жоқ болғандығы себепті оқылмайды. Ол мағына беретіндігі себепті тұра береді, бірақ оқуға келген кезде оқылмайды. Ары қарай. Худаллахи. Негізі мына жерде худа деп не істеу керек едік? Созу керек едік. Худа деп созылу керек еді. Бірақ созылмайды, келесі шаддаға аттап кетеді.
Шаддаға не істейді? Аттап кетеді. Худаллахи. Худал деп созатын болсаңыз ол қате болады. Худаллахи. Енді астыңғы қатарлар жіңішкелерді оқиды енді. Биллахи. Валиллахи. Валиллахи. Мин аятиллахи. Көрдіңіз? Лафзатуллахтың алдында тыда не тұр? Кәсіра тұр. Сол себепті лафзатуллах жіңішке болады. Қарекесі жоқ әріптерден аттап кете бересіз. Мин аятиллахи. Би'ив. Сақау. Би'ивниллахи. Би'ивниллахи. Жіңішке болады. Мин индиллахи. Мин индиллахи. Ары қарай. Қулиллаху. Қулиллаху. Бауырлар, осы менен мына жоғарыдағы тақырыпты да 30, кемі 30, ұзақ 100 рет қайталаңыздар. Ал бауырлар, шәкірттер, Алланың қалауыменен біраз мағлұматтарды өттік, Аллаға шүкір. Енді бұдан кейін сабақтар жеңілдемейді. Ол қорқытқаным емес. Сіздерге алдын ала ескертіп атын. Алдыңғы сабақты өткен сабақтардың барлығын, осы уақытқа дейін 9 сабақ, бүгінмен санағанда 9 сабақтың барлығын қайталаңыздар. Еске түсіріңіздер, көп оқып жаттығуларды көрсетіп атын. Соның барлығымен жаттығу жасаңыздар. Алланың қалауымен уже Құранды ашып ежелеп оқитындай дәрежеге жетіп қалдық иншалла. Құранды ашып, қорықпай ашып дайындала беріңіздер. Енді қазір алдағы уақытта мен сіздерге бір парақшаны ілдім. Оқып жаттығу. Осыны сіздерге оқып көрсетемін. Құранда іздестіріп, иншалла, осыған байланысты сөздер, ұқсас сөздердің барлығын тауып, иншалла дайындаласыздар. Ал бисмилла, кетті онда. Мен оқимын, сіздер қосылып отырыңыздар. Алимул ғайби. Міне жерде қарекесі жоқ алифтен естіп кеттік, аттап кеттік. Мен алдыңғы түсіндіргем, алдыңғы сөзбен жалғанған кезде алифтің қарекесі түсіп қалады деп түсіндіргем. Алимулға әл-ғайбидің несі? Сөзі жалғанғандығы себепті әлифтің қарекесі түсіп қалады. Алимул ғайби. Китабун марқумун. Китабун марқумун. Яшхадухул. Негізі ху деген не істеліну керек еді? Созылу керек еді. Дамир созылу керек. Бұл жерде ереже бойынша созылу керек. Бірақ мынақта ләмнің сукуны болғандығы себепті созылмайды. Сукунға, шаддаға көбінесе не істелінбейді, созылмай барады. Кез келген созылмай барады. Яшхадухул муқаррабуна. Бұл жерде де әлифтен аттап кеттік. Яшхадухул муқаррабуна. Ауыр тиюі мүмкін, бірақ назар салсаңыздар, иншалла оңай болады. Ары қарай. Надратан наими. Надратан наими. Надратан наими. Әлифтен және ләмнан аттап кеттік. Өйткені одан кейін нун не әрпі? Нун күн әрпі. Түсінатсыз ба? Күн әрпі оқылады. Әлиф ләм оқылмайды. Надратан наими. Ары қарай. Хисабан ясиран. Ән деген тақырыпты өткен едік, дұрыс па? Хисабан ясиран. Ары қарай. Анин набаил. Қараңыз не жерде. Бір-біріне аттайды. Мынау нуннан мына нунға секіресіз, мына әлифтен мынау ләмнің сукунына секіреді. Ары қарай. Анин набаил. Жалғау керек. Бір-біріне не істеу керек? Жалғау керек. Қайтадан. Анин набаил. Сукунмен буын бөліп аласыз. Азими. Анин набаил азими. Ары қарай. Затил буруджи. Ан-наджмус сақибу. Ан-наджмус сақибу. Мынау мудан насыға шаддасын естеу керек, білдірту керек. Ары қарай. Тухаддису ахбараха. Тухаддису
Ахбараха. Созылады. Сухуфи. Сухуфи Ибрахима. Ары қарай. Айнун. Айнун. Жариятун. Риятун. Вазара. Созылады. Вазара бию. Бию. Яйдың шаддасын білдіртесіз. Бию мабсусатун. Мабсусатун. Вазара бию мабсусатун. Ары қарай. Ва иля деп не істеліну керек еді? Негізі созылу керек еді. Бірақ келесі әріпте синда не бар? Шадда бар болғандығы себепті аттап кетеміз. Сонда иляны созбаймыз. Әрі мінерді әлиф ләмді да оқымаймыз. Қарекесі болмағандығы себепті келесі синнің шаддасына аттап кетеміз. Қарекесі жоқ әріптерден аттап кетеміз. Ва иля самаи. Ва иля самаи. Мұна синнің шаддасына міндетті түрде аттау керек. Аттамасаңыз қате болады. Ва иля самаи. И дегенде білдіртесіз. Ва илял джибали. Ва илял арди. Ва илял арди. Ва тухиббунал. Ва тухиббунал мала. Ва тухиббунал мала. Ятазаккарул. Ятазаккарул инсану. Ятазаккарул инсану. Радiyatan. Radiyatan. Mardiyatan. 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 Walisanan. Walisanan. Washafatayni. 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 وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. فك رقبة. فك رقبة. Ал Факку рақабатин деген жерге дейін оқып бердім сіздерге. Факку рақабатин деген жерге дейін оқып бердім. Енді қалған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қатарды өздеріңіз үйде дайындаласыздар. Маған жеке ұстаздың өзіне осыны оқып тапсырасыздар. Жарай ма? Осыны оқып тапсырасыздар. Записпен маған жіберіңіздер. Осы қалған нені жіберіңіздер. Жарай ма? Сұрақтарыңыз болса маған қоясыздар иншалла. Ал бисмилля бауырлар, бүгін алиф лам артикліне байланысты кеңінен мағлұматтар айттық және лафзатуллах тақырыбында кеңінен аштық деп ойлаймын. Иншалла түсінбей қалған жерлеріңіз болса ұстазға маған жеке шығыңыздар, иншалла қолымнан келгенше тағы да түсіндіруге тырысамын. Енді сіздерге үй тапсырма ретінде бірінші шамсия, қамария әріптерін жақсылап жаттайсыз. 28 әріпті 2-ке бөліп жаттайсыз. Құранда кездескен кезде қайсысы шамсия әріпі, қайсысы қамария әріпі екенін дереу анықтау керексіз. Енді жаттап болғаннан кейін екінші тапсырмам сіздерге лафзатуллах тақырыбын кеңінен дайындаласыздар. Көбірек қай кезде жуан болады, қай кезде жіңішке болады, қарекесі жоқ, ләмді аттап кету ережесі, барлығын кеңінен ашасыздар. Және үшінші тапсырмам Құраннан алиф лам артикліне 50 сөз табасыздар. Құраннан 50 сөз табасыздар. Алиф лам артиклінен келетін 50 сөз. Шамсияға 25, қамарияға 25 сөз. Общий 50 сөз. Одан кейін соған тағы жалғасы мынау парақшада берілген сіздерге жартысын оқып бердім. Жартысын дайындалып маған тапсырма ретінде жібересіздер записпен. Видеомен емес, записпен жіберіңіздер. Одан кейін мыналарды өздеріңіз үшін не істейсіздер? Кеңінен дайындаласыздар. Бұларды кеңінен дайындаласыздар. Осының дайындығын кім жақсы жасайды? Мынаны жақсы оқи алады. Жақсы оқи алады. Өйткені мен жоғарыда жартысын не істеп бердім сіздерге? Оқып бердім иншалла. Осыған қарап маған осы жоғарыда мен оқып бергеніме қарай салыстырмалы түрде мынаған дайындық жасап, маған тапсырма ретінде жібересіздер. Иншалла Алла тағала ілімдеріңізді арттырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.